Қазақстан Республикасының Әбілхан Қасиев атындағы мемлекеттік өнер мұражайында Париж классикасы атты музыкалық вернисаж өтті. Халықаралық конкурстардың лауреаты Максим Зекени кеш қонағы болды. Таланты пианист Масненің, Равильдің, Вернидің және басқа да көрнекті композиторлардың шығармаларын орындады. Концертті Францияның елшілігі мен Алматыдағы француз альянсы ұйымдастырды. Қазақстанға келіп Қастеев мұражайында өнер көрсету бақыты бұйырғанына шексіз қуаныштымын. Бұл көркем сурет пен музыка өнері бір арнада тоғысатын орын ғой. Концерт өтетін залдың орындалатын музыка табиғатымен үйлесіп жатуының өзі бір ғанибет емес пе? Ал өнер мұражайы классикалық музыка тыңдағысы келетін көрермен үшін керемет орын екен. Зекени Италияның Имола қаласындағы беделді оқу орны халықаралық Инсонтри Кол Маэстро музыкалық академиясын бітірген алғашқы француз пианисі. Пианист Париждің ең көрнекті сахналарында, Францияның Гаво залында, Шатлет театрында, Картоз залында, Марини театрында, сондай-ақ шетелдерде Италияда, Австрияда, Германияда, Ұлыбританияда, Оңтүстік Кореяда, Қытайда, Жапонияда, Үндістанда, Оңтүстік Африка және басқа да елдерде өнер көрсетіп жүр. Қазақстан Республикасының Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер мұражайымен көп векторлы ынтымақтастық байланыстамыз. Әртүрлі бағыт бойынша бірлесе жұмыс істейміз. Осы бағдарлама арқасында бейнелі өнер мен мұражай тану саласын кеңінен насихаттаудың жаңа мүмкіндіктері пайда болса екен дейміз. Қазақстан студенттерінің үлкен өнерді, оның ішінде Франция өнерін танып біле беруін қалаймыз. Қазақстан Франция арасында қарым-қатынастың нығаюына мұның да көп ықпалы болары анық. Франция елшілігі мен француз альянсы Қазақстан Республикасының Әбілхан Қасиев атындағы мемлекеттік өнер мұражайының белсенді серіктестерінің бірі. Олай болса, алдағы уақытта да бірлесіп жүзеге асыратын жаңа жобалар күтеміз.